Alright, менің атым Думан Ерханат, кәсіби трейдер және инвестор. Advanced курсына қош келдіңіз. Дәл қазір сіз өзіңіздің болашағыңызға, біліміңізге, инвестиция жасауға шешім қабылдап отырсыз. Біз бірге трейдинг инвестиция саласын жалпы қалай ары қарай осыны талқылаймыз, қалай трейдинг жасаймыз, инвестиция жасаймыз, портфолио құрамыз, анализді қалай жасаймыз. Осы барлық тақырыптарды бірге талқылайтын боламыз, және де сол тақырыптарда біз қандай тақырыптарды көретінімізді қазір сіздерге түсіндіріп өтуге рұқсат етіңіз. Жалпы бірінші сабақты біз курсқа шолу ретінде бастамақшымыз, және курсқа шолу ең алдымен мен өзімнен қысқаша бастап кетейін. Менің есімім Думан Ерханат, қайтадан DK Trading Академиясының негізін қалаушы, фаундер, трейдер және инвестор. Америка құрама штаты, Колорадо штаты Денвер қаласынан MBA, яғни магистратура, Master of Business Administration мамандығымен бітіргенмін. Трейдинг инвестиция саласын жасап жатқаныма қазір 5-ден 6 жыл болып қалды. Уолл-стриттің мықты фирмасы S&P Capital'дан трейдинг инвестиция саласының білімін алғам, және де көптеген осы сияқты үлкен фирмалармен жұмыс жасағанмын. Дәл қазір жағдайда біз қазақ тілінде және қосымша ағылшын тілінде де үйретеміз. Академиямыз бар, 8000-нан астам студентіміз дүние жүзінің 16 еліне. Әрине соның ішінде көбі қазақ, аға бауырларымыз, және де Қазақстаннан көбі болатыны барлығымызға мәлім. Ендеше біз осы энергиямен бірге Advanced курсты ары қарай бастап кетейік. Біз бұл курс жалпы кімге арналады деген сұрақ. Трейдингте тәжірибесі жоқ адамдарға біріншіден, Basic курсын түлектері, яғни бізде Advanced курсы жетілдірілген, тереңдетілген курс болса, сіздің қазір көріп отырған, бізде оның алдында Basic, яғни негізгі жалпы бір курс тағы бар екен. Сол курста алған адамдарға Advanced курсын тағы да арнап отырмыз. Үшіншіден, біз DK Trading Академиясының Discord деген жабық чаты бар, соның барлық студенттеріне алуға біз бұл курсты арнадық. Және де ең соңында финанс және экономика салаларында жұмыс істейтін адамдарға жалпы білімін толықтырып жақсарту үшін осы курс арналады екен. Курста бірінші сабағымызда осы жалпы бүткіл сабақтарда не көреміз дегенді толық сізге ашып беретін болсам, мен екінші сабақта жалпы акция дегеніміз не, жалпы құнды қағаз туралы, құнды қағаздың түрлері туралы көретін боламын. Үшінші сабақта брокерлік шоттың қызметі, брокерлік қандай шоттар бар, біз одан қалай шот ашамыз, және де біз акцияларды жалпы қалай алып сатамыз. Лимит, маркет ордер деген сияқты біраз детальный нәрселерді көретін боламыз. Төртінші сабақта candlestick, яғни біз оны шам деп атаймыз, немесе орысша свеча деп барлық адамдар біледі. Сол свечаның түрлері және осыны қандай бізге информация береді. Бір свеча қалай бізге 4 түрлі информация береді дегенді көретін боламыз. Бесінші сабақта ең негізгі жалпы биржада біз қандай бағадан алуымыз керек, сатуымыз керек, яғни біз оны поддержка, сопротивление деп атаймыз, негізінде. Мен көбінесе ағылшынша айтып үйреніп қалған, бұлар енді терминдер болғандықтан сіздерге де ағылшынша үйренуге рекомендация беремін. Support, яғни resistance деп аталады, яғни тренд линия, каналдар деген сияқты бізге ең негізгі техникалық анализдарды біз бастап кететін боламыз. Алтыншы сабақта біз фундаментал анализға тоқталамыз. Оның ішінде multi-time frame, яғни уақыт бірліктері. Біз қалай үлкен картинамен, кішкентай картинамен, бір күннің графигімен, үлкен графиктармен жұмыс жасаймыз. Және фундаментал анализдің ішіндегі барлық жаңалықтары, интернеттен қандай ресурстан біз жаңалықтар қараймыз, қайсына сенеміз, қайсына сенбейміз деген сияқты біраз маңызды ресурстарды біз көретін боламыз. Жетінші сабақта біз ұзақ уақытқа инвестиция жасау, қысқа уақытқа инвестиция жасау, және соған байланысты индикаторларды біз бастап көріп кететін боламыз. 8-ші сабақта біз техникалық анализді қайтадан толық ашамыз, және техникалық анализдің ішіне не кіреді? Біз көбінесе бір күннің ішінде трейд жасау деп атаймыз, алып сату акцияларды. Day trading, scalping деп аталады. Осыларды біз ашамыз, және де оған қосымша осыларға керекті индикаторлардың бәрін осы сабақта көретін боламыз. 9-ші сабақта біз графикалық паттерналар,
яғни шаблондар деп те аталады, графикалық паттерналардың көп түрлері бар. Енді естігендеріңіз бар болса, дабл топ, дабл баттомнан бастап барлығымыз білетін head and shoulders деген шампунь бар, соның атымен аталған екі иық және бас деген мағынада үлкен шаблондарда біз көреміз, яғни техникалық анализді жалғастырамыз дегенбіз. Біз 10-шы сабақта тек қана Fibonacci деген индикаторға арнайды екенбіз, себебі бұл индикатор кішкене қиындау болуы мүмкін, және бұл индикатордың маңыздылығын толықтай мысалдармен көретін боламыз. 11-ші сабақта біз pivot point, яғни біз pivot point индикаторларды жалғастырып жатырмыз. Қосымша біз journaling, яғни journaling бүткіл отчеттарды алып сату, бүткіл процесті жазып отыру процесі туралы не үшін ол маңызды, және де трейдинг ережелері, трейдинг rules деп аталады. Қаншалықты rules бізге маңызды деген біз 11-ші сабақта көреді екенбіз. 12-ші сабақта біз position sizing деген сабақ көреміз. Ол біз енді трейдинг жасау үшін, кез келген позиция ашу үшін біз қанша көлемде, қанша риск тәуекел алған жағдайда біз қанша ақша салуымыз керек деген. Стоп-лосс, риск менеджмент, сосын бүткіл осыған керек нәрселер ең маңызды тақырыптардың бірі екенін сізге ескерте салайын. 13-ші сабақта біз Discord, біздің жабық шатымыз туралы, және ол жерде не болады, қандай нәрселер болады, сіз үшін командамен жұмыс жасау қаншалықты маңызды екенін біз көретін боламыз, және брокерлық компаниядан шот ашу процесін біз сізге толық ашатын боламыз. Және де бізде Discordта боттар бар, арнайы сізге көмекші боттар, сигнал беретін бот деп жадасып қалмаңыздар, соны көреміз. Және де 14-ші сабақта біз TradingView деген платформасы бар, бізге практика жасау үшін сіз сонымен бірге жұмыс жасайсыз, көбінесе соны біз толық ашатын боламыз. Содан қалай шот ашамыз, демо шот ашамыз, индикаторларды қосамыз, позиция ашып жауамыз, қалай акцияларды алып сатамыз деген. 15-ші сабақта біз брокерлер, яғни интерактив финанс, осы брокерларды біз толығымен ашамыз. Ол жерде біз не білуіміз керек, қандай жалпы біз білмейтін заттар бар, осыны біз толықтай ашып, ең соңында біз қосымша сізге бонус сабақ дайындап қойдық. Бұл жерде қаржылық сауаттылық, біздің қаржылық сауаттылық деген барлық бізге жалпы кез келген адам білу керекті экономикалық basic заттар. Бұған қосымша сізге жаңа бізде 500 трейдерлар клубы деген бар, тек қана практика жүргізілетін VIP деген офлайн сабақтар бар, опцион сабақтар бар. Осы сабақтар туралы сізге ашып кетем, жалпы болашақта ары қарай өзін келесі деңгейде дайындағысы келетін адамдар үшін. Және де біз налог туралы салық, ағылшынша tax деп айтамыз, соны біз көретін боламыз. Жалпы сабақтың несі осындай. Біздің бірінші сабағымыз тек қана осымен аяқталды. Жалпы сізге картинасын бердім деген үміттемін. Ендеше сабағымыздың негізгі бетін екінші сабақта бастайтын боламыз. Екінші сабақта кездескенше.